Саламатсыздар ма? Бізде енді физлицо сотрудник жасалынғаннан кейін енді біз әрбір қызметкерге прием на работу айденестен жасалынатын болады. Ол бізде кадровый учет, мына жерде приемы на работу в организации деп тұрады, соны таңдаймыз. Біз бұл жерге сотрудник таңдағаннан кейін создать етіп әрбір қызметкерге должность, оклад, надбавка, соның бәрін көрсетуіміз керек. Датасына январдың 1 дейміз. Мына жерге добавить. Бізде сотрудник Жолдыбаева Сәния, должность заведующий. Мына жерге Ж деп тезесін бетіп тауып алуға болады. Поискпен немесе показать всемен таңдап алуға болады. 2 рет басып мышкамен. 2 рет басамыз. Дата приема 01.01.24. Біз енді новый база болғандықтан бізде 2024 жылдың 1 январында кімде қандай должность, қандай оклад болды, соны көрсетеміз. Дата приемға сол жылдың басы тұрады. Ал новыйдан қызметкер алған кезде сол қызметкердің келген датасымен қойылу керек. Подразделениеге біз. Егерде шағын мекеме болса, барлығында 20-30 болатын болса, основной подразделениеде біреу істеуге болады, немесе үлкен мекеме болатын болса, бірнеше подразделение бөлуге болады. Администрация, техперсонал, воспитатели деген сияқты сондай нелер подразделениелер ашып жасауға болады. Мен енді әзірше біреу жасай берем. Тестовый база болғандықтан мына жерге должность показать деген кезде бізде ешқандай должность толтырылған жоқ. Бізде бұл кісінің должности бізде заведующий. Бұны тек добавить етіп, создать етілу керек. Копировать етіп алдым. Мына жерге создать етеміз. Наименованияға вставить етеміз. Заведующий. Корпус А, Б деп қою таңдауға. Заведующийді корпус Адик. Административный управленческий персонал. Осы должностьқа біздер үлкейтіп қойды. Біздер үлкейткен кезде мына жерде поправочный коэффициент. Біз әрбір қызметкердің поправочный коэффициентін осы должностьта көрсетеміз, например. Именно вот заведующий, воспитательдер образованиеда оларды поправочный коэффициент 2/6 РБ, МБ барлығын қосқанда. Осы поправочный коэффициентті біз осы должностың ішінде мына жердегі поправочный коэффициент дегенге салуымыз керек. Повышающий коэффициент деген бар және поправочный. Бізге керегі поправочный коэффициент записать етеміз. Поправочный коэффициентті басамыз, создать. Январдың 1-нен бастап именно мына должносттағыларға, заведующийларға 2/6 Ctrl-V-мен 2/6 жүрет организацияға біз өз мекемемізді таңдаймыз. Если сет балапан мысалмен записать, закрыть. Вот поправочный коэффициент создавать етілді должностьқа. Записать, закрыть. Егер мынау кішкентай болып тұрса, мына жердегі еще дағы поправочный коэффициент деп басу керек. Кто? Основной, записать, закрыть. Вот должностьті создавать етіп алдық. Выбрать етеміз должность. График работы біз мына жерде пятидневка деп істеуге болады. Немесе сіздерде шестидневка болатын болса, мына жерден создавать етіп алып, шестидневка 44 сағат деп сөйтіп жасауға болады. Шестидневка 6 сағат деп. 6 сағат деп баңға. Шестидневка 44 сағат, 46 сағат деп осылай создавать етуге болады. Вид графика шестидневка болады ол кезде. Продолжительность дня күніне 8 сағаттан, а суббота 4 сағат деп осылай істеуге болады. Мен енді создавать етпей қойын. Основной бізде садиктерде, көп госпредприятияларда ол пятидневка. Барлығын пятидневка деп қоямыз. Жауап таймнан сохранить етпей. Мұнан өзін изменить етіп, біз шестидневка 40 сағат, вид графика пятидневка, продолжительность 8 сағат, субботаға еш нәрсе қойылмайды. Записать, закрыть ету керек. Выбрать етеміз пятидневка. Вид работникаға штатный сотрудник, андай-мындай военнослужащий, прочее деген бар. Бірақ біз барлығына штатный сотрудник қоямыз. Сол дұрыс болады. Преподаватель младший класс, старший класс ол бізге сәйкес келмейді. Ол тек музыкальный школдарға, нелерге штатный сотрудник қоямыз. Сосын категорияға
категорияға бұл кісінің өзіндікін қоямыз. Бізде A1S'те барлық жасалынған мында A1, 3-1 деп тұр, например, заведующийде. Мына блок А дейміз, A1, 3-1, вот осыны таңдаймыз. Вид стажыға біз основной стаж, біз мана физлицода осы таңдадық, основной стаж не деген сияқты барлығына осы таңдағасын физлицода қалай тұр, тура соны таңдау керек. Основной стаж по специальности болады, записать етіп аламыз. Записать етіп, әзірше провести етпейміз. Біз тек қана сотрудниктің аты жөнін, должность несін көрсеттік. Енді біз начислениесін көрсетуіміз керек. Начисление. Вот начислениеде Жолдыбаева Саня шықты, оклад по дням. Енді біз поправочный коэффициент бәрін көрсеткеннен кейін рассчитать оклады от стажыны басқан кезде автомат түрде бізге осындай сумма шығарып береді. 271.932-де 1 теңге деп. Бұл автомат түрде A1S өзі дұрыс есептейді, егер біз стажын бәрін дұрыс қоятын болсақ. Мына жерге категорияны 2-4-3-тің басып қарайтын болсаңыздар, мына жерде нелері тұр, 25 жылдан артық істегендерді 591 деп. Ал біз редактированный неден 319-26 жыл деп көрсеттік. 319 ай, егерде калькулятормен есептеп қарайтын болсаңыздар, вот 319 бөлінген 16, 26, 6 жыл. Біз соны салған кезде бізде автоматым мынандай категорияныкі 591-ді өзі автомат алады A1S'те. 591-ді автомат алады. Сізге тағы да бір көрсетіп жіберейін. Например, вот Жолдыбаева вот 2 рет басып мына жер 2-4-3-тің басатын болсаңыздар, барлық құжатта бар ол. Барлық нелерде мынандай. 2-4-3-тің басатыныңызда сіз сол құжатқа кіріп кетесіз. Например, Жолдыбаева Саняға 2-4-3-тің бассаңыз, сол кісінің сотруднигі ашылады. Мына жерге более подробно физлицо дегенді басқан кезде осы Жолдыбаевның физлицосы ашылады. Вот редактированный стажында біз 319-21 основной стаж деп тұр. Осыны бұл жаңағы жерден автоматым көрет, егер дұрыс терсеңізден жауап атырайық. Физлица, вот мына жерге келдік, категорияны көрсеттік, 591 болды автоматым. Бізде мына сома қалай шықты? 591 калькулятор қазір. 591 ол бізде коэффициенті. Оны көбейтеміз бодоға 17.697-ге көбейтеміз. Одан шыққан санды біз поправочный коэффициентке, мана біз должностьқа салдық оны, заведующий дегенде 2-6 деп. Вот көріп тұрсаңыздар 271.932, мына жерде сол санды өзі автоматым шығарады A1S'те. Бұл оклад по днямға, мына жерге рассчитать оклады от стажа деп бассаңыздар, өзі автомат есептелінеді. Егер сіз физлицоға стаж салсаңыз, және де должностьқа поправочный коэффициент салсаңыз, және мына жерде основной стаж физлицода және осы жерде бірдей болса, осыған баса мән беріп назар аударуларыңыз қажет. Сол кезде оклад по дням дұрыс есептелінеді. Вот. Енді бұл жерде программа. Бізде мындай разделение программ бар, воспитатель. Мынаны тоже Яндекс диск обучение қасына салып қоятын болам. Бізде техперсоналдарда және воспитательдарда республиканский бюджеттен окладтар бөлінеді. Например, воспитательді 2-60 жаңа көрсеттік қой, 2-6 деп. 2-6-ның 2 несі 2-6 0-6-сы РБ-дан төленеді, ал 2 несі категориясы бұл бізде местный бюджеттен төленеді. Осындай формулаға салынған кезде бізде 23.08% разделение жаңағыда 2-6-ның 0-6-сы РБ-дан төленеді, қалғаны местный бюджеттен бөлінгендіктен бұл процентный соотношение, яғни айтқанда жаңа 271 мың теңгенің 23% республиканский бюджеттен, қалған пайызы местный бюджеттен төленеді. Біз осыны прием на работуға дұрыстап салсақ, ол начислениеде автоматом бөлініп, есептеп шығарылып беріледі. Қайта оралайық.
мына жерге программа бізде местный бюджет деп қоямыз, мб. Бірақ бізге разделениені көрсету керек. Записать етіп, бірінші біз настройкасын келтіріп алуымыз керек бұл жерге шығу үшін разделениесі. Жаба тұрайық, бізде зарплата, жоқ, зарплата емес, бізде предприятиеден учетный политика зарплата бойынша, бұл бізде ночной сверхурочный есептеліну үшін. По персональному жасаған кезде головной шығады. Зарплатадан біз осы кадровый учеттан кейін зарплата настройкаларын келтіретін боламыз. Настройка расчета, баланс, регламентированные коэффициенты. Настройка расчета заработной платы дейді. Именно настройка расчета заработной платадан зарплаттағы осы жерден создавать етіп көрсетуіміз керек разделение программада. Ол бізді жаңа қайттан көрсетейін. Зарплата, мына жерде настройка расчета заработной платы, осы жерден создать етіп, январдан 1-нен бастап организация біздің мекеме, сосын мына жерге включать возможность разделения результат расчета по программам дегенге біріншісіне галочка қойып, записать, закрыть етуіміз керек. Одан кейін бар бізде прием на работада автоматты түрде не жасалынады. Разделение программ көрсетіледі. Например, Жолдыбаеваға барайық. Жолдыбаеваға барып, манағы бәрі сақталынады. Записать, бірақ әлі провести етілген жоқпыз. Начисление барған кезде мына жерге разделение и программ разделениесі автомат түрде қосылды. Жаңағы настройка расчеты зарплатаны қойғаннан кейін. Мына сумманың мына жерге ставкаға міндетті түрде 1 деп қоямыз. Егерде бір окладта жүрген болса, бізде қалай тұр бұнда? Менде Word-қа жабылып қалған екен. Қазір рабочий стол, тестовая база, кадровый учет. Мына жерде бізде мына кісіде 2-де 6 оклад по дням, 1 ставка. Мына кісіде 10% бар екен, 25% сельский, 30% РБ. Мына 25% сельский ол бізде ауыл аудан қызметкерлеріне арналған. Сол қызметкерлерге болу үшін осы начислениеге салып қойдым образец ретінде. Жақсы, бізде оклад по дням 23-те 08-ге бөлінеді, ол бізде РБ-сы, осы копировать етеміз. Word-қа барамыз, разделениеге 23-те 08 дейміз. Программ разделениесі ол бізде РБ-дан кетеді. Размерге МБ кетеді, бұл сумманың 23% РБ-ға кететін болады. Енді біз окладын көрсеттік. Окладтан көрсеткеннен кейін енді біз 25%-ын көрсетеміз. Мына жерден добавить етіп салуға болады, немесе мынаны мышканың екінші жағын басып, копировать деп бассаңыздар, солай да дұрыс болады. Осыны көрсетесіздер. Жолдыбаев Сәния, оклад по днямға показать все дейсіз. Бұл жерде автомат түрде 1С-тің начислениялары бізге 25% сельский керек болады. 25% сельский бізде бұл жерде жоқ болған жағдайда біз қолдан создать етеміз. Создать, мына жерге 25% сельский дейміз. Сельский. Способ расчетыға біз процентті қоямыз. Ол бізде процент окладтан кетеді. Оклад, учет. Осыдан кейін, прием на работадан кейін осы начисление бойынша общий не берермін. Видеороликтағы. Мына жерге добавить етеміз. Мына жерге вид расчетыға именно процентпен тұрғандарға біз оклад по дням, оклад по часам қойылу керек. Оклад по дням және оклад по часам.
оклад почесам осы екеуі тұру керек. Осы оклад по дням мен почесамның 25%-ы бұл неге есептелінеді 25%-ы. Мына жерге отражение начисления зарплаты болу керек. Записать, закрыть. 25% сельский болады. Мына жерде бір ставка болады. Мына жерге размерге 25% болады. Бұларда енді разделение жоқ. Разделениені алып тастаймыз. Тек қана МБ-дан 25% есептелінеді окладтың. Келесі бізде 10% бар. 10% ол бізде оклад плюс сельский, сол екеуінің 10% есептелінеді. Оны біз жаңағыда 25% сияқты жасаймыз. Копировать. Мына жерге показать всемен создавать етіп аламыз. Мынаны скопировать етіп, еще мына жерден бетіп қоюға болады. 10% немесе манағыдай создать дегенді басып, не істеу керек? 10% надбавка деп қояйын жалпы. 10% бізде көп, почти барлық қызметкерлерде бар 10%. Записать. Бірақ бізде мына процентім болғанмен, бізде прочейінде бізде оклад по дням мен 25% көрсетілу керек автомат түрде есептеу үшін. 25% сельский деп не істеп записать ететін болсақ, бізге 25% мүмкіндік бермейді. Өйткені 25%-ның өзі де процентпен тұр. Біз ол проценттің үстінен тағы процент есептелінбейді айденесте. Ол үшін егерде жаңағыдай бірнеше надбавкаларды қосып оның процентмен болатын жағдайда мына жердегі учетты басып, учет емес, мына жерге способ расчетыға басып, расчеттің астыңғы жағында біздер процентім от фактических и нормированных данных дегенді таңдау керек. Процентім от фактических и нормированных данных. Соны таңдағаннан кейін барып, бізде оклад по дням, по часам және де 25%-ды есептейтін болады. Подборды басайық. Подбор, мына жерге болады. Оклад по дням, оклад по часам и 25%. Осылай таңдап, мына жерде пустой кетіп қалды. Оны алып тастаймыз. Вот осылай есептелінеді настройкалары. Записать, закрыть. Вот 10% надбавка, ода да бір ставка кетеді. Және де ескеріп кететін жағдай 0,5-те болғанмен, 0,5 болып мына жерге суммасы жазылғанмен, бізде размер осы бір окладтың размері жазылу керек. Бізде 10%-да неге бөлінеді? РБ-ға 10%-ның өзі РБ-ға. Осылай таңдаймыз, записать. Келесі бізде бұл кісіде надбавка. Бұл кісіде надбавка 30% от РБ бар екен. Қосымша жаңағы РБ-дан бөлек тағы надбавка бар екен. Ол таза окладтан ғана қосылатын надбавка бұл қызметкерге. Заведующий болғандықтан, может басқа да модератор болған жағдайда тоже қосымша 30% модератор. Магистратурасы болған жағдайда, сондай жағдайларға надбавка болса, скопировать етіп, мына жерден тағы показать все, скопировать, мына жерге 30% надбавка. Бұл от РБ дейді. Бұл республиканский бюджеттен түсетін нәрсе. Мына жерге процент деп қоямыз. Мына жерге прочее. Бізге мына 25% сельскийді алып тастаймыз. Тек қана оклад по дням мен по часам болу керек. Оклад по дням мен по часам айырмашылығы, біз почти барлық қызметкерлерге по дням тұрады. Именно тек қана сторож, оператор, котельнияларға біз оклад по часам. Именно ночной, сверхурочный, жаңағы праздничный төленетіндерде по часам тұру керек. Мына жерде оклад по днямның орнына. Басқаларында по дням тұру керек. Сондықтан да бұл жерде по дням, по часам да қоя береміз. Кімде қандай не бар, сол бойынша есептейтін болады. Записать, закрыть. 30% таңдаймыз. Бір оклад. Мына жерге 30 дейміз. Бұл тек қана таза РБ-дан түсетін. Бұл ешқандай не жоқ. Разделение не болмайды. Тек қана РБ-ның өзінен есептелінеді. Еңбек ақысы. Вот біз мына кісіге барлық начисление нелерді есептедік. Заведующийға. Оклад по дням. Кішірейтіп қойын. Оклад по дням 271 мың. 25% сельский.
10% надбавка жалпы, сосын 30% РБ, 23%бен окладтан және 10%дан 23,08 разделение бар программасы. Вот, осылай біз прием на работуға осылай көрсетіп алуымыз керек. Осылай прием на работа не көрсетсек, соның бәрі начисление зарплаттан шығатын болады. Провести еттік, провести закрыть. Вот, прием на работа жасалынды. Енді сотрудникке барып, немесе жауап тастап қайтып ашып, немесе мына жерден обновитті бастаңыздар, бізде прием на работу толтырған адамдық шығады. Жолы бассайын, основное подразделение, заведующий, принят мынандай, осындай данныйлары шығады. Жақсы, сау болыңыздар.